Бүгін мен сіздермен бірге дәл осындай керемет оладьялардың рецептін ұсынамын. Видео басталмай тұрып, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Орынбасар Маулида. Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге тағы да Орынбасар Маулида. Бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын кабачки қосылған оладьйдің рецептісін ұсынамын. Ол үшін кабачкиді кесіп аламыз. Мен екеу пайдаланамын. Енді оны ыдысымызға үккіштен өткіземіз. Кабачкиді жуып, қабығынан алғаннан кейін чоркадан өткіземіз. Міне мен кабачкиларды үккіштен өткізіп болдым. Енді бұл кабачкидің суын сорғытатын боламыз. Ол үшін бізге қолымызға алып, суын сығамыз. Суын сығып, бөлек ыдысқа саламыз. Дәл солай қайталаймыз. Міне осылай жақсылап суын сорғытып алуымыз керек. Себебі біз қазір оладьй жасағанда мұны қуыратын боламыз. Сол кезде солар кедергі жасайтын болады. Міне мен суын сорғытып алдым. Енді бұның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді араластырамыз. Міне 2 қоспамызды араластырып болдық. Енді үстіне ұн саламыз. Енді үстіне ұн салып, жақсылап араластырамыз. Міне араластырып болдым. Енді үстіне дәміне қарай тұз салатын боламыз. Үстіне тұз септім, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді жақсы болып көтерілуі үшін, қуырып жатқанда жақсы болып көтеріліп, әдемі көрінуі үшін разрыхитель, яғни қопсытқыш қосатын боламыз. Егер сіздерде разрыхитель жоқ болған жағдайда, сода қоссаңыздар болады. Қопсытқыштан 1 қасық саламын. Негізінде қопсытқыш қосу міндетті емес. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қоспай қойсаңыздар да болады. Міне біздің оладьйіміздің тестасы дайын болды. Яғни негізі дайын болды. Енді біз бұны 20 минутқа қойып қоямыз.
Міне менде 20 минут өтті. Енді жаңағы 20 минутқа қойған оладьиларымызды қолымызға алып форма жасаймыз. Айтпақшы, сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Оладьиларымыз жабысып қалмас үшін және дұрыс пісуі үшін біз оларды ұнмен сылап жібереміз. Ұнға қолымызды батырып алып, формалар жасаймыз. Яғни домалақтап қоямыз. Міне мен домалақтап болдым, енді бұларды қуырамын. Міне мен табамды қыздырып алдым. Енді оған бір қасық оладьиді салатын боламыз. Бұл оладьиларды пісіргенде кокос масласын, яғни кокосовый масланы пайдалану керек. Егер сіздерде кокосовый масло болмаса, мен сияқты пісте маймен істей берсеңіздер болады. Осылай оладьиларды пісіре береміз. Осылай екі беті қызарғанша отта ұстаймыз. Егер дайын болсаңыздар, кеттік. 3, 2, 1. Міне менің оладьиларым дайын болды. Қазір бір оладьиді өздеріңізбен бірге дәмін көретін боламын. Өте жұмсақ. Қазір сіздермен бірге дәмін көретін боламын. Өте дәмді болыпты. Енді менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болды. Алтын саусақтарыңызбен подписаться деген қызыл батырманы сұр түске айналдырыңыздар. Және де мен алтын саусақтарыңызбен лайкты аямай басып жіберулеріңізді өтінемін. Сіздермен бірге болған орынбасар Маулида. Кездескенше аман сау болыңыздар.